Саламатсыз ба, бүгінгі сабақтан бастап біз 17.06 нұсқаның есептерінің шығаруын қарастырамыз. Және бірінші есеп бізде өрнектің мәнін табу керек. Тангенс 13π бөлінген 3. Осы есепті шығару үшін біз тангенсті келесі түрге келтіреміз. 13 дегеніміз 12π қосу π бөлінген 3. Яғни 12π бөлінген 3 дегеніміз ол 4π. 4π қосу π бөлінген 3. Тангенс 4π бөлінген 3 ол тең болады тангенс π бөлінген 3-тің өзі. Ал ол тең болады бізде түбірасты 3-ке. Яғни бізде жауап Д болады. Екінші есеп бізде 25-тің 2х дәрежесі тең болады 125-тің 12 дәрежесі. Екі сан олар бізде 5-тің дәрежесі болып келеді. Яғни байқасақ бізде 25 дегеніміз ол 5-тің квадраты және оның 2х дәрежесі. Ол тең болады 125 дегеніміз ол 5-тің кубы, оның 12 дәрежесі. 5-тің квадраты және 2х дәрежесі дегеніміз ол 5-тің 4х дәрежесі. Яғни 2 дәреже көбейтіледі. 3 пен 12-ні біз көбейтсек бізде 36 болады. Яғни 4х дегеніміз ол 36-ға тең. Яғни x дегеніміз ол 36 бөлінген 4. Енді үшінші есеп дегеніміз ол логарифмге байланысты есеп. Дендеу жүйесі бірақта ол өте оңай есеп. Логарифм түбірасты 5-тің x қосу y мәні тең болады 2-ке. Яғни бұдан шығатыны бізде x қосу y логарифмнің ережесі бойынша тең болады түбірасты 5-тің квадраты. Және бізде LG дегеніміз ол логарифм 10 негіздегі x азайту y. x азайту y тең болады 10-ның 0 дәрежесі. Яғни 10-ның 0 дәрежесі дегеніміз ол бір саны. Енді байқасақ бізде x қосу y тең болады түбірасты 5-тің квадраты. Яғни x қосу y дегеніміз ол тең болады 5-ке. Енді жауаптардың арасынан x пен қосу y-тің мәні қашан 5-ке тең болады? 4 пен 3-тікі келмейді. 3 пен 2-нікі келеді. Басқасы бізде келмейді. Яғни бізде жауап Б болады. Төртінші есеп ол өте оңай есеп. Шексіз кемелі геометриялық прогрессияның қосындысы 4 жағымға тең, оның бірінші мүшесі 3-ке тең болса, прогрессияның еселігін табыңыз. Яғни формула осындай болады. Sn тең болады B1 бөлінген 1 азайту Q. Мұндағы Sn дегеніміз ол шексіз кемелі геометриялық прогрессияның қосындысы. Яғни 4 жағым дегеніміз ол 9 бөлінген 2. Ол тең болады. B1 дегеніміз бірінші мүше, яғни ол 3. 1 азайту Q. Q дегеніміз ол еселік. Яғни біз осындай пропорцияны шығарамыз. 9 көбейтілген 1 азайту Q, яғни ол 9 азайту 9Q. Ол тең болады 2 көбейтілген 3, ол 6-ға тең болады. Енді осыны біз шығайық. Минус 9Q дегеніміз ол 6 азайтылған 9. Минус 9Q тең болады минус 3-ке. Q дегеніміз минус 3 бөлінген минус 9. Ол тең болады минус 3-тен 1-ге. Байқасақ бізде С жауабы осындай бар. Енді ары шығарып көрейік есептерді. Номер 5-ші есеп ол тригонометрияға байланысты есеп. Яғни синус қандай да бір бұрыштың үлкен не тең түбірасты 3 бөлінген 2. Яғни біз алдыңғы мәнді қарастырамыз. 9π бөлінген 2. Яғни ол дегеніміз бұрышқа қалай әсер етеді. Бізде синус 9π дегеніміз ол 8π бөлінген 2 қосу π бөлінген 2 азайту x. Так, 8π бөлінген 2 дегеніміз ол 4π. Синус қосу π бөлінген 2 азайту x. Так, яғни 4π қандай да бір бұрыш дегеніміз ол синус қандай да бір бұрыштың өзі. Ал бізде оның ішіне π бөлінген 2 азайту x келеді. Яғни ол тең болады косинус x-ға. Яғни осы мәнді біз түрлендірсек, бізде косинус x шығады. Косинус x бізде үлкен не тең түбірасты 3 бөлінген 2. Егер біз
бірлік шеңберді салсақ, косинус бізде x осы бойынша алынады, яғни қандай да бір мысал осы ось. Так, түбір асты 3 бөлінген 2, яғни бізде бір мән бар, екінші мән бар, бұдан үлкен нетен, яғни шеңбердің осы бөлігі. Яғни байқасақ бізде осы бұрыш бар, минус альфа, және осы альфа бұрышқа дейін. Түбір асты 3 бөлінген 2 ол қай бұрыштың косинусы, яғни ол бізде пи бөлінген 6-ның косинусы. Минус пи бөлінген 6 қосу 2πn, және плюс пи бөлінген 6 қосу 2πn. Яғни екі жақтан бізде осы кіреді, себебі бізде қатан үлкен емес, үлкен нетең, яғни бізде жақша тік болады. Байқасақ бізде осындай жауап бар. Бұ жауабы бізде 2πk және 2πk тиісті z. Яғни ең соңында бізде жауапта n болса сіз n-ді белгілейсіз, k болса сіз k-ны белгілейсіз. Енді адастыру үшін сізге минус пи бөлінген 6 қосу πk деген жауап берілген. Осы жауапты сіз белгілемеңіз, өйткені ол қате. Егер сізде теңсіздікте синус, косинус, тангенс немесе котангенс кездестірсе, онда сізде период тек қана 2πk болады. Яғни, егер басқа сіз периодты көрсеңіз, ол жауап болмайды. Тригонометриялық теңсіздікте период үнемі 2πk болуы керек. Так, енді 6-шы есепті қарастырсақ, бізде жүйе берілген, яғни осыны біз қарастырайық. Теңсіздік жүйесі 3x азайту 2 кіші 4 тең. 3x қосу 1-дің дәрежесінде үлкен 3-дің 1 дәрежесі. Және біз анықталу облысын қосамыз, себебі бізде қандай да бір өрнек түбір астында тұр. Үлкен не тең 0. Осындай 2 теңсіздік 3 теңсіздік болып кетті. 3x кіші 6-дан x қосу 1 кіші 1-ден 3x үлкен не тең 2-ден. Енді ағай шағын біз қарастырсақ, бізде x кіші 6 бөлінген 3 ол яғни 2. X қосу 1 бізде ауысады теңсіздіктің басқа жағына, яғни x бізде кіші 1 азайту 1 ол тең 0. X үлкен не тең 2 бөлінген 3. Яғни байқасақ бізде сандық ось бар 0, 2 және 2-ден 3 мәрті болды. Үлкен не тең 2-ден 3, кіші 0-ден және кіші 2-ден. Яғни үшеуіне ортақ аралық осы болады. 3-тен 2-ден 2-ге дейін. Яғни бізде 3-тен 2, яғни ол анықталу облысы үлкен не тең, ол теңсіздікке кіреді. Ал 2 дегеніміз ол қатан кіші теңсіздікке кірмейді. Байқасақ бізде осындай С жауабы бар. Енді 7-ші есеп бізде функцияның мәндер облысын табу керек. Яғни сізде теңсіздік тригонометриялық функция кездессе, және ол синус пен косинус болса, ол өте оңай есеп. Себебі осы синустың мәні 3 түрлі болуы мүмкін. Яғни бізде y тең болады 2 азайту. Біріншіден ол ең кіші мән ол минус 1, екіншіден ол 0 деген мән, және үшіншіден 1 деген мән. 2 азайту минус 1 дегеніміз ол 2 қосу 1, ол тең болады 3-ке. 2 азайту 0 ол тең 2-ке. 2 азайту 1 ол тең болады 1-ге. Яғни байқасаңыз 1-ден 3-ке дейінгі мәндер және бүкілі кіреді. Ондай жауап бар, ол бізде А жауабы. 8-ші есеп бізде графикке байланысты есеп, яғни біз графикті білу керекпіз. Байқасаңыз, егер ось x осы жақта тұрса, 2-ның бойында 0 тұрса,
Синус 0 тең 0, косинус 0 тең 1. Яғни ол синуске байланысты функция. Косинустар бізге қажет емес. Және де x осы қанша өлшемге шашылған, үстіге ол тең болады 2 өлшем, 1 және 2. Яғни байқасақ бізде А жауабы бар. Егер бізде график төмен қарай түскен болса, онда y тең болады синус x азайту 2 болушы еді. Яғни 2 деген мән ол 10 мән, үстіге қарай y-тің мәні 10. 2 шақшыға жылжыған. Ал егер бізде астыға қарай жылған болса, онда бізде минус 2 болушы еді. Немесе басқаша y тең болады минус 2 қосу синус x. Так, бізде 9-шы есеп. А нүктесінің координатасы берілген, b-нікі берілген, AB түзінің теңдеуін анықтаңыз. Өте оңай анықталады. Яғни осы мәндер екі нүктені қанағаттандыру керек осы теңдеу жүйесі. Яғни бізде x-тің орнына 3-ті қоямыз. Минус 7 көбейту 5 қосу 26. Минус 35. Яқта 28 шығады. А жауабы келмейді. 3x азайту y қосу 26 тең 0. X орнына 3-ті қойсақ 9 болады. Азайту 5 қосу 26 0-ге тең болмайды. 3x 9 азайту 35 қосу 26 бір жағынан келеді осы аға. Енді 10-ды қойсақ 30 азайту 7,856 қосу 26. Яғни екеуі 0-ге тең болады. Яғни осы С жауабы келеді. Дегенмен сізде келесі жауаптар болуы мүмкін. Осы Д мен Е жауабы. А-ның мәндерін сіз x пен y-ге қойсаңыз, сізде 0 болады. Ал b-нікін қойсаңыз, сізде 0 болмайды. Яғни осындай жауаптар бізде келмейді. Тек қана екеуін біз қойған кезде теңдіктің мәні 0-ге тең болса, онда біз тек қана сол жауапты қабылдаймыз.